Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фри дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қабығы ашылған картоптарды соломка ретінде турап аламыз. Одан кейін салқын суға 15-20 минут қойып қоямыз. Сосын қайнап тұрған суға картоптарымызды саламыз да, одан кейін тағы да қайнап бастағанда сүзіп аламыз. Тағы да салқын суға тұз қосып, манағы картоптарымызды 5-10 минутқа қоямыз. Сосын қағаз сүлгімен немесе мен сияқты осылай картоптарды құрғатып аламыз. Толық құрғағаннан кейін осылай целлофанға салып, мұздатқышқа 3-4 сағатқа қоямыз. Қызып тұрған майға картоптарымызды сала берсек болады. Олар қызарғанға дейін қуырып аламыз. Піскеннен кейін тұз себуді ұмытпаймыз. Картофель фрейіміз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Егер менің рецепттерім ұнап жатырса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.